Балалар, Pupils Book 37 бет 6 сабақ Lesson 6. Бұл жерде грамматика берілген, грамматиканы қарап кетейік, бізде өткен сабақтарда біз менде бір нәрсе бар деп айтатын грамматика өткенбіз. Енді сол сенде бар ма деген, яғни сұрақ қою грамматикасы. Сұрақ қою үшін have алдыңға шығады. Бірінші, мысалы, біз I have got a book деп айтып жүрген болсақ, енді сол жерде I have got дағы have алдыңға шығады. Have I got big eyes. He, she, itқа has қолданатын едік, сол бойынша has he, she, it got short hair болады. Оған біз жауап береміз. Yes, I have, no, I haven't. Немесе yes, she has, no, she hasn't сияқты жауап береміз. Естеріңізде болса, бізде I-ға have қойылады, he, she, itқа has қойылады. Ал енді болымсыз сөйлем қалай жасаймыз? I, have, одан кейін not, одан кейін етістік got тұрады. He, she, it has not got. Қысқаша haven't got немесе hasn't got деп жауап беруге болады. Ал енді сол бойынша мына жерге бірінші аттоғды жасаймыз. Complete the question, сұрақтар толықтырамыз. Then look and answer. Одан кейін суретке қарап жауабын жазамыз. Has Cody got green eyes? Cody'дің көзі жасыл ма? Жоқ, жасыл емес. No, he hasn't. Has dad got glasses? Yes, he has. Әкенің көзілдірігі бар ма? Бар. Have Elsa and Tara got fair hair? Elsa мен Тараның шашы ашық түс па? No, they haven't. Жоқ, олардікі ашық түс емес, өйткені Тараныкі қара. 4. Has grandpa got a beard? Атаның сақалы бар ма? Yes, he has. Бар. Has grandma got a ponytail? Әженің шашы хвостик ба? Хвостик етіп жиналған ба деп тұр. No, she hasn't. Have grandma and grandpa got short hair? Ата мен әженің шашы қысқа ма? Yes, they have. Қысқа деп осылай жауап береді екенбіз. Келесі екінші аттоо. In pairs, talk about your family and friends. Енді жұп болып, достарыңыз және отбасыңыз туралы сұрақ жауап жасап сөйлесесіздер. Мысалы, what does your dad look like? Сенің әкең қандай дейді? Яғни түрі қандай деп тұр. He's got dark hair and brown eyes. Оның шашы қара және көзі қоңыр. What's he like? Ол қандай? Ол ақылды. He's clever дейді. Тура солай жасайсыздар. What does your mom look like? Сенің анаңның түрі қандай? She's got dark hair and brown eyes. Қара шашы және қоңыр көздері бар. What's she like? Ол қандай? She's kind and friendly. Ол мейірімді және досшыл деп осылай берген екен. Енді тура солай қалған адамдарды жасасақ болады. Мысалы, what does your dad look like? Сенің әкең қандай? He's got dark hair, brown eyes and glasses. Оның шашы қара, қоңыр көзі бар және көзілдіріктері бар. What is he like? Ол қандай адам? He's kind and clever. Ол мейірімді және ақылды. What does your sister look like? Сенің сіңлің немесе әпкең түрі қандай? She's got ponytail. Оның хвостик шашы жиналған and brown eyes. Қоңыр көздері бар. What is she like? Ол қандай адам? She's friendly and funny. Ол досшыл және көңілді. What does your brother look like? Ағаңыз немесе ініңіз бар болса осылай жазсаңыз болады. He's got curly hair. Оның шашы бұйра. Brown eyes, қоңыр көздері бар. What is he like? Ол қандай мысалы адам? He's naughty, but it's okay. He's only baby. Ол бұзық, бірақ ештеңе етпейді, өйткені ол әлі кішкентай бөпе деп осылай жасақ болады екен. Осымен 37-ші беттің тапсырмаларын аяқтадық. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаймыз. Каналда орыс тілі, қазақ тілі, ағылшын тілі сабақтарын таба аласыздар. Сау болыңыздар.